менің атым қожадағы жанар. көз жұмған актриса туралы не белгілі? кеше менің атым қожа фильмінде жанар есімді кейіпкерін сомдаған актриса күләш қажығалиева өмірден өтті. қазақстан республикасының еңбек сіңірген артисі туралы не белгілі? қаралы хабарды ғабит мүсірепов театрының баспасөз қызметі жеткізді. қазақстан республикасының еңбек сіңірген артисі, ерен еңбегі үшін және еңбек ардагері медальдарының иегері театрымыздың артисі күләш сапқанқызы қажығалиева өмірден өтті. өңірдің көз аңыз театрымыздың абыз анасынан айырылу үлкен орны толмас қайғы. отбасы мен туыстарына қайғыра көңіл айтамыз делінген қазаннамада. актриса 1942 жылы 9 маусымда Алматы облысы Үйгентас ауданы Ақжар ауылында дүниеге келген. 1969 жылдан бастап тынбай еңбек етіп, жемісті жұмыс жасаған. өнер иесі Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» шығармасындағы жанар рөлін сомдаған. Қызыл сұңқарлар Мәруа рөлін сомдаған. Иран ғайып қорқыттың көрі Қалима шеше. Шыңғыс Айтматов Ыстықкөл трагедиясы кемпірдің рөлін сомдаған. Сұлтанәлі Балғабаев қыз 20-ға толғанда Ғани рөлінде. Әл-Тарази жақсы кісі Балзия. Бөкей Атаукере Марпа рөлін, ауылдан келген ару Сәндігүл рөлін, Чехов Шағала Полина Андреевна және тағы басқа кейіпкерлерді сомдаған. өнер иесі 1988 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі құрметті атағымен марапатталған. бұдан басқа Қазақстанның ерен еңбегі үшін медалімен, 2016 жылы Қазақстанның еңбек ардагері медалімен, 2016 жылы Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапатталған. актриса режиссер Қалиолла Мерғазиевпен бас қосқан еді. оның артында Қуандық Құралай мен Қарлығаш есімді балалары қалды.